Мен өзі товарды қалай заказ береміз. Ол үшін мен өзім жеке кабинетіме кіремін да, өзіме ұнаған избранныйға кіріп, өзіме ұнаған аяқ киімді таңдаймын, балама арналған. Осы жерде міне осы аяқ киімді таңдадым и оплата дегенге басамын. Оплата деген басқан соң ішінен қай модель ұнап тұр, соны басамын және де размерін басамын. Сонымен қатар мысалы ретінде екі түрлі аяқ киім алатын кезде мына үстіндегі осыны бассаңыз болады, осы жерден таңдасаңыз болады. Мысалы ретінде осыны. Так, осыны басып и астындағы қызыл батырманы басасыздар, размерін таңдайсыздар. Маған керек емес, бұл сіздерге лайфхак ретінде айтылған мағлұмат. Осы жерден мысалы ретінде қарасаңыздар, мінекей мен осыны заказ беремін, 22 размер, 14 сантиметр. И оплатаға басамын, 26-да 8 болды. Бірақ жаңағы мен Каспий картамен жаңағы оплата жасайтындықтан менен 3% ұстап қалады, сондықтан менде қазір примерно 27 болып қалады. Оплатаға басамын. Оплатаға басқаннан кейін вот 27-61 юань қосылған. Осы жерде енді өздеріңіздің парольдеріңізді жазасыздар и карточканың артындағы 3 цифрды жазасыздар. Менде Каспийімда интернет банкинг жабық тұр, сондықтан оплата қабылданбады. Мінекей қабылданбады деп жазып тұр. Енді аламын да мен Каспийға кіріп осыны ашатын боламын. Оны енді көрсетпей ақ қояйын, қалай ашу керек екенін. Мен оплата аштым и жаңағы осы жерге кіре саламын да и жаңағы заказ берген